Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге хинкали тағамын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Жылы судың үстіне дәміне қарай тұз және пісе май қосып араластырып аламыз. Енді ұн қосып, тығыздығы орташа қамыр илейміз. Қамырымыз осылай дайын болды. Енді бетін жауып, осылай 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Фарштың үстіне майдалап турылған пияз, дәміне қарай тұз, перец қосамыз. Салмасына кішкене су қосып араластырамыз. Он 15 минут тұрған қамырымызды осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын осылай біртіндеп алып жайып шығамыз. Ішіне дайындап қойған салмамызды салып, осылай видеодағыдай түйіп шығамыз. Түйіп болғаннан кейін осылай төбесіндегі артық қамырын пышақпен алып тастаймыз. Қамырлардың барлығын осылай түйіп алып, қайнап тұрған суға тұз салып, осылай пісіріп аламыз. Осымен хинкали тағамы дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.